Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыз біздің ерекше өтпек. Өйткені бүгін сабағымыз даңқ залында өтпекші. Сіздер бүгін сабағымыз дәріс ретінде өтіледі. Сіздерге сабағымызды бастамас бұрын жеңіс дегеніміз не? Қалай ойлайсыздар? Қандай ойларыңыз бар? Жеңіс деген сөзбен қандай ой келеді сіздерге? Айта ғой. Мен үшін жеңіс әртүрлі болады. Мысалы, спорттық жеңіс, немесе жарыстық жеңіс. Және де мен жеңіс деген сөздің мағынасын еркіндік деп білемін. Жақсы. Айта ғой. Жеңіс дегеніміз, мысалы, әділетсіз соғыста әділеттілердің жеңуі. Жарайды, дұрыс. Жақсы. Енді бүгінгі біздің сабағымыз жеңістің ұлы жеңіс ұрпаққа аманат. Өздеріңіз қарап отырғандай, бұл жеңіс Ұлы Отан соғысы жылдарындағы 1941-45 жылдардағы жеңісті айтып отырмыз. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы осы. Енді балалар, осы ұлы жеңіске жету үшін қазақ жерінде қазақстандықтар Ұлы Отан соғысына аттанды. Осы соғыста ерен еңбегімен еленгендер де болды. Олар тыл еңбеккерлері. Сонымен қатар қазақстандық батырларды да ерекше атап айтсақ болады. Бүгінгі сабағымызды біз ең алдымен сіздерді 3 топқа бөліп, сабағымызды ары қарай жалғастырмақпыз. Сабағымыздың жоспарымен танысып кетейік. Бірінші кезеңіміз тарихқа тағзым. Бұл кезеңде сіздер осы даңқ залындағы қазақстандық батырлардың өмірі, олардың ерліктері туралы айтасыздар. Екінші кезінде ұлы жеңістің ұрпағымыз. Сіздер осы үлкен ұлы жеңістің ұрпағы ретінде туған жерге, отанға деген өлең жырларыңызды арнайсыздар. Үшінші кезеңінде болашағымыз жарқын деген кезең. Бұл кезде балалар сабағымызды қорытындылап, бұл жерде сіздер қандай ұлы ойшылдардың бейбітшілік туралы айтылып кеткен нақыл сөздерімен қорытындылаймыз. 3 топқа бөлінеміз. Келіңіздер балалар, ленталар таңдайық. Ленталарыңызды сол жақ кеуделеріңізге тағып алыңыздар. Ұлы Отан соғысының алғашқы шайқастарының бірі Брест шайқасы, және осы біздің Қазақстанда жасақталған 316-шы атқыштар дивизиясының ерлігі, сонымен қатар Бауыржан Момышұлы туралы оқушыларымыз сөйлейді. Бірінші қабырғадағы Брест қорғанысы. Ұлы Отан соғысының алғашқы күндеріне жау соққысына тайсалмай ерлікпен тойтарыс берген КСРО-ның шекаралық шебіндегі қаһармандық соғыс қимылы. 1941 жылы 22 маусым күні Қамалда 7-ші атқыштар батальоны, атқыштар корпусының штабтық және шаруалық бөлімшелері, застава, шаруалық отряд, НВСД әскері және меспан болған. Бекініске тойтарыс болған кезде, атыс басталған кезде, оның тек жартысы ғана межеленген жерге дейін жеткен. Бекіністе тек 3,5-ға жеткен адам ғана қалған. Қамалға қарсы гитлершілер Варшава мен Парижді алуда ерекше көзге түскен 45 жаяу әскер дивизиясын жапты. Оларға ауыр артиллериялар, батареялар мен 1250 килограммдық фугастық және 2200 килограммдық бетон жарғы снарядтар ататын тор жүйесіндегі аса қуатты қондырғыларды қолдау көрсетті. 316-шы атқыштар дивизиясы. 316-шы атқыштар дивизиясы 1941 жылдың маусым айында Алматы қаласына жасақталды. Генерал Панфиловты сол кездегі Қазақстан орталық комитетінің бірінші хатшысы Жұмабай Шаяхметов арнайы Фрунзе қаласын шақыртып алып, Алматы қаласынан дивизия жасақтауға кеңес берді. Сонымен қатар соғыс кезінде Қазақстанда бірнеше дивизия жасақталған етін. Алматы қаласының түбінде Талғар ауданы аумағында дивизия құрамындағы әскерлер бірнеше ай бойы жаттығудан өтіп, осы жылдың 17 қыркүйегі эшелонға теліп майданға аттанып кетті. 316-шы атқыштар дивизиясы қоршаудағы Ленинград түбіне аттандырылған етін, бірақ Иосиф Сталиннің жағдайы қиындауға байланысты және жаудың әскері Мәскеудің түбіне таяп кеткенге байланысты оларды тез арада жетелдіріп, Эферонға Рокоссовскийдің қарамағындағы 16-шы армияға қосты. Бауыржан Момышұлы. Мәскеу түбегіндегі шайқас Бауыржан Момышұлының өміріндегі ерекше кезең болды. Жас сардар 1073-ші атқыштар полкының батальоны командирі аға лейтенант Бауыржан Момышұлы сарбаздармен қақаған қыста Мәскеу түбінің омбы қырына малтығы жүріп, 5 рет қоршауды жарып шығып, жалпы 27 рет қол бастап ұрысқа кіріп, соғыс тарихында болмаған тактикалық маневрлермен тас жолында аса ерлікпен соғысты. Келесі қабырғаға көшейік. Бұл Ұлы Отан соғысындағы ең бір ауыр жағдай. Ресейдің Ленинград қаласын
872 күн блокадада ұстайды. Адам өміріне қажетті заттардың барлығы кіргізілмей, бұл қоршауда қалған Ленинград қаласы. Екінші қабырғада Ленинград шайқасы. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде неміс нацист әскерлерінен Ленинградты, яғни қазіргі Санкт-Петербургты қорғау мақсатымен кеңес қарулы күштері мен қала еңбекшілерінің 1941 жылғы 10 шілдеден 1944 жылды 13 тамызына дейінгі жүргізілген әскери қимылдары. Жау шабуылына тосқауыл ретінде қаланы қоршалай салынған қорғаныс шептерінің жалпы ұзындығы 900 км-ге дейін жетті. Қысқа мерзімде халық жасақтарынан 10 дивизия, көптеген әскери партизандар құрылып, олардың барлығы майдан шебіне жіберілді. 1941 жылдың тамыз-қыркүйек айларында Ленинград майданының әскерлері аса қиын жағдайға қалып, 10 қыркүйекте армия генералы Жуков майдан қолбасшылығына тағайындалды. Ол Балқыт флотымен бірлесе отырып, қала қорғанысын нығайтуға көп күш жігер жұмсайды. Ленинград 1941 жылдың 8 қыркүйегі мен 18 қаңтарға дейін жау қоршауында болады. Ленинград қорғанысына басшылық жасады. Немістер Ленинградты қанша жерден қоршаған күннің өзінде қаланы басып ала алмайды. Қазақстандықтар Ленинград үшін шайқасты. Қазақстандық жауынгерлер Ленинград түбіне ерлікпен шайқасты. Қазақстанда құрылған 310-шы атқыштар дивизиясы 1941 жылғы 9 қыркүйектен бастап, сәл кейінірек 314-ші дивизия Ленинградты қорғауға және оны қоршап алған неміс әскерлерінің құрсауын бұзуға белсене қатысты. Гитлершіл қарақшыларға қарсы үздіксіз ұрыс сала отырып, қазақстандық жауынгерлер жаудың адам күштері мен техникасын ауыр шығындарға ұшыратты. Олар Ленинград облысының 20 елді мекенін азат етуге, қоршаудағы қаланың үлкен жермен тұрақты байланыс орнатып, өмір жолын салуға қатысты. Ленинград үшін шайқастың ауыр күндерінде партия ұйымдастырушысы Сұлтан Баймағамбетов Александр Матросовтың өшпес ерлігін қайталап, сол үшін оған қаза тапқаннан кейін Кеңес одағы батырының атағын берілді. Олардың көбісі батылдығы мен ерлігі үшін жоғары мемлекеттік марапаттар, КСР одағының ордендері мен медальдарын алды. Балалар, қазір біз Ленинград блокадасы туралы көптеген мағлұмат алдық. Енді ары қарай 3-ші қабырға Курск шайқасы мен Мәншүк Мәметованың ерлігі туралы қабырғаға барайық. Курск шайқасы 2-ші дүниежүзілік соғыс кезінде шешуші рөл атқарған шайқастардың бірі. Ұрыс 1943 жылы 5 шілдеден 20 тамызға дейін созылып, екі жақтан 4 миллионнан аса адам қатысты. Алматыда жасақталған 100 атқыштар бригадасының құрамында шайқасқан мерген Ыбырайым Сүлейменов. Аты аңызға айналған мерген Ыбырайым Сүлейменовтың есімі көпке белгілі. 1943 жылдың күзінде Невель қаласы үшін болған кескілескен шайқаста 102 фашисті өлтіріп, өзі де асқан ерлікпен көрсетіп қаза тапты. Мәншүк Мәметова адамзат тарихына есімін қанмен жазып кеткен қазақтың қайсар қызы. Мәншүктің есімімен біздің мектебіміз аталады. Оның өмірі мен ерлігі турасында талай тағылымды естеліктер жазылады және жазыла да бермек. Өйткені ерлік тарихи мәңгілік тақырып. Мәншүк миллиондаған адамдардың бейбіт тірлік жолында өз өмірін құрбан еткендердің бірі. 1941 жылдың басында Мәншүк өзін асырап алған апайы Аминаны үйін тастап, жатақханаға көшіп кетеді. Және осы жылы соғыста басталып кетеді. Алдағы болашаққа деген жоспар бәрі кейінге қалды. Ол кезде Мәншүк небәрі 18 жасқа толған болатын. Көп қиындық көрген қыршадай қыз тез есейді. Бірақ Мәншүк осы кезге дейін әкесінің атылып кеткенінен хабардар болмаған еді. Сондықтан ол кеңес үкіметін қорғауға ат салысып, жазықсыз айдауға кеткен әкесі Ахметті құтқару үшін қан маңдайға аттануды шешеді. Қазір біз Мәншүк Мәметова туралы көптеген мәліметтерді білдік. Енді келесі бір қабырғамыз ана қасіреті. Соғыстан оралмаған ұл қыздарымыз, әкелерімізге арналып осы ана қасіреті қабырғасы қойылған екен. Кәне, соған жылжиық. Соғыс тақырыбын көтерген шоқтығы биік туындылардың бірі Қара кемпір аңызы. Сұрапыл соғыстың салмағы майдан даласын кешкен, оққа ұшқан жауынгерге ғана емес, ақ сүтін беріп өсірген бауыр еті баласын амалсыздан аттандырған анаға, жан тәнімен сүйіп қосылған жар қызығын бөліскен азаматынан айырылған келіншекке, бір құрсақтан шыққан інісінен ағасынан қол үзген бауырға түсті. Бұл ескерткіш 1993 жылы Қара кемпір әнінің желісімен жасалған. Соғыстан ұлдарының қайтуын күткен қарт ананың мүсінінде сомдалған мемориалдық кешен Меркі ауданы Жаңатоған ауылының шетіндегі биік төбеде орналасқан. Балалар, енді сіздер мына ана қасіреті монументінен көп нәрсені түсініп отырған сияқтысыздар. Аналар өздерінің ұлдарына, қыздарына деген сүйіспеншілігін осылай білдірген екен. Енді ары қарай келесі залға көшейік.
Ал енді балалар, біз даңқ залының келесі қабырғасына келдік. Бұл соғыстың аяқталуына қалған 44-ші жылғы кездегі қазақстандық батырларымыз туралы мына оқушыларымыз сөйлемек. Әлия Молдағұлова 1925 жылы 25 қазанда Ақтөбе облысының Қобды ауылына қарайтын Бұлақ ауылында дүниеге келген. Ол 1942 жылы желтоқсанда майданға аттануға деген үздіксіз өтініші бойынша Әлия снайпер нұсқаушылығы мектебіне оқуға түседі. 24 жасында отаны, елі, болашақ ұрпақтың жарқын болашағы үшін қасы қаны қалғанша шайқасып, ерліктің ерен үлгісін көрсеткен Ағаділ Соғанбаев 1920 жылы Қарасу ауылында дүниеге келген және осы балалық шағы осы ауылда өткен. Мектебінде бітірген соң еңбек жолында колхоз бастаған. Туған өлкеміздің даңқы батыр Ағаділ Соғанбаев екі бірдей ескерткіш тұрғызылған. Бірі жеңістің 60 жылдығында қарсаңында Тараз қаласындағы Дінмұхаммед Қонаевтың көшесінде басталар тұсындағы кен алаңғы қалалық әскери комиссар ғимараты алдында оның бірегей жаратылған тұлғасы бейнеленген ескерткішке орнатылған. Жарайсыңдар. Ал енді балалар, бүгінгі даңқ залының біз бірнеше қабырғаларында өзіміздің қазақстандықтардың ерліктерімен, олардың жеңіске қосқан үлестерімен таныстық. Енді біздің ең соңғы қабырғамызда Берлин қабырғасы. Берлин қабырғасын советтік армияның жаулап алуы, оның ішінде Рахымжан Қошқарбаев туралы азамат келе ғой. Айтып таныстырады. Берлин операциясы. Рейхстагтағы шабуылдау операциясы екінші дүниежүзілік соғыстың соңғы фазасы болды. 1945 жылдың 27 сәуірінде танкист жауынгерлерге Герман парламентінің ғимаратын алу туралы тапсырма қойылды. 30 сәуір 14:25-те лейтенант Рахымжан Қошқарбаев пен қатардағы Григорий Булатов жау қарсылығына төтеп бере отырып, Рейхстагтың орталық бөлігіне жетіп, баспалдақ колоннасына совет туын бекітеді. Өте жақсы, Азаматтың айтуы бойынша Рахымжан Қошқарбаев Берлин ратушасына Совет одағының туын, қызыл туын желбіреткен біздің алғаш қазақстандық екен. Сонымен қатар биыл Рахымжан Қошқарбаевтың туғанына 100 жыл екен. Енді балалар, келесі бұл біздің Совет одағының батырларының ұлы жеңіске жеткен ұлы сәті. Осы сәтті қанша мыңдаған адамдар күтті. Қанша мың адамдардың тағдырына кері әсерін тигізді. Соғыстың сұрапыл жылдары қаншама боздақтарымыздан айырылдық. Біздің қазақстандықтардың қосқан үлесі ұлы отан соғысына өте зор. Оны атап айттыңыздар сіздер. Мәншүк Мәметова, Әлия Молдағұлова, Ағаділ Соғанбаев, Бауыржан Момышұлы сынды азаматтарымыз осы жеңіске өздерінің үлесін қосты. Енді сонымен қатар Қазақстан халқы да қалыс қалған жоқ. Қазақстан халқы тыл еңбеккерлері болды. Әрбір 9 оқтың барлығы Қазақстанда дайындалды. Сол туралы біздің Назерке айтады. Майдандардағы жеңіске тыл еңбектерінің қосқан үлесі зор. Майданда азық-түлікпен, шикізатпен іс жүзінде әйелдер, балалар мен қарт адамдар қамтамасыз етті. Соғыстың қысыл таяң кезеңінде тыл еңбекші халқы кәсіпорын, колхоз бен совхоз жұмысында таң сәріден жүріп, түн ортасында қайтқан ерлігін өзім жемесем жемейін, өзім ішпесем ішпейін, бәрі де солар үшін, бәрі де майдан үшін, жеңіс үшін болсын деген игі ниетті асыл сезіммен ешкім есінен шығармауы тиіс. Қазақ халқының ұлы отан соғысындағы жеңіске қосқан үлесі де зор болып жатыр. Ал енді балалар, біз алға қарай мынау неге келейік, жеңіс қабырғасына. Ал балалар, біз сабағымыздың екінші кезеңіне өттік. Екінші кезеңінің шарты бойынша сіздер өздеріңіз туған жер, отан, қазақстандық батырларға арналған өлең арнауларыңызды айту керек едіңіздер. Мәншүктің монологы. Мен Мәншүкпін, солдатымын майданның, танырмысың, естіп бедің атымды, ұзақты күн аңдыстық, қолығыңды асыруға тырыстың, ақырында көзін тауып құлаттым. Бұл да менің сыйласымның біреуі, темір крест тағынған. Аңғардың ба кімнің атқыш екенін? Жата берсен, қалсын енді кектестік. Өлген жауға жерім менің жетеді,
сен де маған мәлімсің. Әрине сен келген жоқсың қыз қолынан өлуге. Келгенсің сен біздің елді күйрете бір жеңуге, музыкалы салтанатпен өтуге. Бірақ оны Тәңірім тағдырыңа жазбапты. Бұл жарыққа аяқ басып туған жер, кіндік кесіп кірімсінде жауған жер, жастық алтын қайтып келмес күнімде, ойын ойнап, шыбын шіркей қуған жер. Жаратылдым топырағымнан сен түбім, жалғаны жоқ, бәрі сенен жан тәнім. Сенен басқа жерде маған қараңғы, жарық болар шолпан айым, сен күнім. Адам басы Алла добы деген рас, қалай қоса солай кетпек сорлы бас. Кім біледі, мен де шетке кетермін, туған жерім, сені тастап басым жас. Сағындым бұлттар көшкен аспаныңды, шайқалған самал мен жасталыңды. Қайдасындар қол бұлғаған биіктерім, жосылған көз ұшында киіктерім, жусан исі аңқыған көкорай бел, шулаған қамыстары айдынды көл, қыр артынан қызарып бататын түн, жымыңдап жұлдыздары жататын түн. Есімде бұл туралы жыр жазғанмын, қалықтап қаздар ұшып бара жатыр, атын ұстап ертеді бала батыр. Балалар, бүгін сабағымыздың қорытынды бөліміне жеттік. Бұл қорытынды бөліміміз болашағымыз жарқын дейді. Оны бастамас бұрын сіздерге экранға назар аударсаңыздар. Мына экранда біз 2022 жылы, өткен жылы тарихи музей, виртуалды музей 27-ші мектеп атынан ашылған еді. Өзіміз білесіздер, Кеңес одағының батыры Мәншүк Мәметова атынан. Сол Мәншүктің 100 жасына толуына орай даталы күнге біз не ұйымдастырдық, үлкен іс-шара ұйымдастырдық, тарихи кеш. Сол тарихи кештерден үзінділер берілген және Мәншүк Мәметованың өмір баяны, оның жаңағы ерлігі туралы осы музейде, виртуалды музейде көрініс тапты. Жаңағыдай үшінші қорытынды бөліміз болашағымыз жарқын. Бейбітшілік, жеңіс туралы қанатты сөздерді айтып, мына жерге өздеріңізге берілген лентаны іліп қоюларыңызды ұсынамын. Гүлзат. Махаббат күші, күшке деген сүйіспеншіліктен асып түскенде, әлем бейбітшілікті танитын болады. Жарайды. Келесі. Сіз өз сөздеріңізбен жариялаған бейбітшілік жүректеріңізде бірінші болсын. Жарайды, жақсы. Кімнің ар ұжданында тыныштық болса, оның бағы бар. Керемет. Бейбітшілік дегеніміз соғыстың болмауы емес, бұл ізгіліктің, көңіл күйдің, қайырымдылыққа деген сенім мен әділеттікке бейімділік. Керемет. Қару көтерген халықтар ешқашан гүлденуге жете алмайды. Жарайсың. Келесі. Ең қолайсыз бейбітшілік әділетті соғысқа қарағанда жақсы. Бүгінгі сабағымыз ұлы жеңіс ұрпаққа аманат сабағымыз аяқталды. Бүгін сіздер менің ойымша көптеген өздеріңізге таныс емес нәрсенің барлығын білдіңіздер. Біздің қазақстандықтар осы жеңіс үшін қосқан үлестері өте зор. Енді бүгінгі сабағымыз мәресіне жетті, аяқталды. Сау болыңыздар.